Қызылордада көші-қон қызметтері орталығы ашылды. Енді аймаққа келетін мигранттардың құжаттарын заңдастыру тез әрі оңтайлы жүргізіледі. Бұрын мұндай орталықта шетелдіктерге жұмыс істеуге рұқсат, құжат пен ел аумағына уақытша келетіндерге жеке сәйкестендіру нөмірі ғана берілетін. Енді шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларды тіркеу, елден тысқары аймаққа тұрақты тұратындардың құжаттарын рәсімдеу, виза беру секілді қызметтер бір терезе қағидаты негізінде көрсетіледі. Былтыр облысқа 37 мыңға жуық шетел азаматы келген. Мен Өзбекстандан келдім, Қазақстанға жұмыс жасауға 3 ай бұрын келгенім, нелі чоздырдым документімді. Ана бәрі мен несіде поликлиникасында бұрады екен, бәрі бір жерде. Шөрден өтіп, бәрін бір жерде 2 күн ішінде 3 айға чоздырып алдым документімді. Бұрын салық департаментіне ЖСН алуға бөлек баратын болса, медициналық сақтандыруға 1 күн болатын болса, дәрігерлерге 2-3 күн уақыт кететін болса, қазіргі таңда 5 күн жасалынатын мемлекеттік қызметтер 1 күннің ішінде 1 сағатқа қысқартылып отыр. Мемлекеттік қызметтерді мемлекеттік стандартқа сәйкес жүргіземіз. Барлық қызметтер автоматтандырылған.